бұл қылмыс. Салтымыз ғой дейді. Сөйтіп тұрып, махаббат үшін құрбандыққа бара алатын салтты біз қандай қылып жүрдік? Жай қарапайым ғана қыз алып қашу. Оны бізде бір жаңылыс бар. Қыз алып қашуды ойлайды біздің салтымыз, дәстүріміз деп. Жоқ, баяғы жеті жарғы бойынша да қыз алып қашқан кезде өлім жазасына кесілген. Ана 125-ші бап, яғни адам ұрлау. Ол қандай мақсатпен ұрладың, шаруасы жоқ. Адам ұрлау және бір жерден екінші жерге орны қозғалып кеткен сәттен бастап бітті. Үйіне апарып келін болып түсіргеннен кейін емес. Машина қозғалып кетті ме, бітті қылмыс. Енді осының ара жігін ажыртайық. Бұл қылмыс. Салтымыз ғой дейді. Жоқ, қыздың қашып кету дәстүрі, жігіттің алып қашып кету дәстүрі ол емес. Ол баяғыда екі жас махаббат бір-біріне қосыла алмағандықтан, ана қызды басқа біреуге атастырып қойған, үшінші әйелге атастырып қойғандықтан, мысалға, өзінің сүйгені үшін ұстап алса, еңлік кебекті білесіздер, басқа жырларды білесіздер ғой, ұстап алса екеуін де өлтіруге қақысы бар. Екеуінде. Сөйтіп тұрып, махаббат үшін құрбандыққа бара алатын салтты біз қандай қылып жүрдік? Қазір кез келген шығасың да, кез келген қыз бізге Құдайдың берген сыйлық екен деп, алып қашып кетіп үйге келіп, орамал тағып жүрсең, бір кемпір жатып алса, болды екен деп ойлайды. Бұл қарапайым ғана айтайықшы. Бұл деген заңды нағыз сыйламаудың өзі, бір соның нигилизмнің нағыз асқынған түрі. Қараңызшы, шариғат бойынша да біздің жеті жарғыны. Бұлай алғанда біз өзімізді, біз жабайы халықпыз деп айтып тұрмыз ғой, олай емес ол. Біздің жеті жарғы бойынша да солай тұғын. Егер де оған әке шешесі рұқсат бермейтін болса, оны алып қашуға болмайды. Ал біз барамызда бір кемпір жатып алып, шариғатқа қарсы істерді жасап қоямыз. Жаңағы баланың ибалы түрде алған білімін, үйіндегі алған тәрбиесін біз өзімізге қарай пайдаланамыз. Ал шын мәнінде ол нағыз қылмыс, және топ болып жасайды оны. Сосын екінші жағы. Ана машинаға водитель болып, жүргізуші болып барып, ол қыз келісіп отыр, жай әшейін шулауы мүмкін, жылауы мүмкін, жай әшейін айқайлайды, сен оған мән берме деп алып, қызды зорлап алып қашқан үшін, ана көмектескен үшін сотталып кетуі әбден ықтимал. 8 жылға шейін немесе 12 жылға шейін ойнап күліп барып келе бересіз. Білместігіңіз үшін заңды. Яғни бұл деген нағыз нигилизмнің асқынған түрі. Сау болыңыздар.